Сәлем достар, бүгін біз редискадан салат жасаймыз. Ол үшін бізге 150-200 граммдай редиска қажет, 2 жұмыртқа, 1 үлкен қияр, жасыл жуа, укроп, кез келген майонез және тұз. Ең алдымен редискамызды турап алайық. Осылайша қиярды тураймыз. Бұдан кейін жұмыртқамызды салайық. Мен 5 жуа алғанмын. Енді соның сабағын турап алайын. Және кішкене укроп қосамын. Егер сіз укропты ұнатпасаңыз, қоспай қойыңызға болады. Көбірек те қосуға болады. Және салатымызды тұздап алайық. Мен барлық ингредиенттерді табаққа салдым. Енді жақсылап араластырып алуым қажет. Енді салатыма майонез қосамын. Қосам және араластырамын. Бүгін мен осындай жазғы салат дайындадым. Бұл өте тез дайындалады, өте жеңіл салат, денсаулыққа пайдалы. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.